Инстаграмда сонымен қоса подкасттарда студенттерден келетін жиі сұрақтың бірі медик студент қосымша сабаққа бару қажет пе, яғни курстарға. Менің оған жеке ойым, студент қатысқан өзіне былай айтқанда жақсы, өйткені ол өзіне қойылған бірінші инвестиция. Оны қалай түсінуге болады дейтін болсаңыздар, мысалы үшін сіздер мектепте оқып жүрген кездеріңізде ұбт-ға дайындалған кезде курсқа барасыздар ғой да, мысалға мектептің бағдарламасымен шектеліп қалмайсыздар, өйткені ол былай айтқанда жеткіліксіз болады. Сол сияқты универдің программасы да өте қысқа уақыт, қамтитын ақпарат өте көп, студент өзімен қосымша былай айтқанда дайындалу керек. Көптеген студенттер өз бетінше дайындала алмайды. Оған мысал алатын болсақ, біз мектепте де ағылшын тілін оқимыз, универге түскенде де ағылшын тілін оқимыз, бірақ неге сөйлей алмаймыз? Өйткені біз оның маңыздылығын былай айтқанда түсіне алмадық. Екіншіден, біз курсқа немесе репетиторға барған жоқпыз. Ал сөйлеп, IELTS-қа дайындалып, IELTS тапсырып жүрген студенттердің басым көпшілігі, басым 90% оқытушы мен репетиторға қосымша сабаққа барған. Ол жерде былай айтқанда жауапкершілік, біріншіден, екіншіден тегін дүниенің қадірі жоқ. Болмасам интернетте мысалы үшін материалдар толып тұр, оны жүйелендіріп макет ретінде бере алмайды, қабылдай алмайды. Ал оны беретін, оның жұмысы, ол оқытушының жұмысы былай айтқанда. Сол үшін менің жеке ойым, кез келген курс болсын, неге, конечно, сортировать ету керек. Пайдалы ма, жоқ па, мен одан бірдеңе аламын ба, ала алмаймын ба, маңыздылығын түсінбесе, оны қалай маңыздылық дейтін болса, мысалы үшін ағылшын тілінде айтатын болсақ, егер сіз оны маңызды екендігін түсінбей, алдыңызда бір мақсатыңыз болмай оны оқитын болсаңыз, көп жақсы нәтижеге жете алмайсыз, жарты жолда тастап кетесіз. Медицинада дәл солай. Мысалға біздің универде не жетіспейтін дейтін болса, практикалық бөлімі көп жағдайда жеткіліксіз. Әрине теорияда төмен, былай айтқанда база көп, қамтитын ақпарат көп, ал уақыт аз. Сол сияқты мысалы үшін теориялық жақтымен қоса практиканы алып жүру керек. Сол үшін біз хирургиялық бөлімін, сонымен қоса клиникалық, базалық, практикалық бөлімдерін жүргізіп жатамыз. Студенттердің былай айтқанда результаты өте жақсы болған. Сондықтан егер мүмкіндіктеріңіз болса, оған қажеттілікті туындайтын болса, мысалы үшін қатысу керек.